Мынау бүгінгі терім 4 адамның тергені, 4 сағат терді. Жалпы 4 адам жалпы жақсы урожай алып отыр. Аллаға мыңда бір шүкір. Құрттан таза. Енді пісіп кеткендер бар, мынандай күн ұрғандар бар. Осындай. Жалпы қазір 40 шақты коробка терді, 41 ма сондай терілді ау деймін. 41-дей терілді, 41-42 коробкадай. Енді осы урожай, жалпы осы урожай мынандай жерден шығып жатыр. Мына үйелік жер, жалпы осы жер. Мына жүктердің ұзындықтары 50 метр. Осы 2,5 жүктен шыққан өнімі мынау. Жаңағы 40 шақты коробка. Кешеде осындай тергеміз. 40 шақты коробка дейді 4 сағатта. Ол маяқтағы жүктерден шықты. Енді айтайын деген, бұл бітейін деп жатқан кезі, уже жалпылама тазаланып бітіп жатыр поле. Осындай үйелік кішігірім жерден де осындай жақсылап қарап, жерді жақсылап өңдеп, дұрыс қарасаңыздар, осындай урожай алуға болады. Енді біреулер менсінбей қарауы мүмкін, гектар егіп жүрген жігіттерді көріп жүр ғой, жаңағыдай. Мынандай жерлер менсінбейді, сөздер сондай екенін байқап қаламыз. Біз де екенбіз гектарлап, әлі де екенбіз әлі. Бірақ енді айтайын деген, сол гектардан тапқан табысты біз уже тауып қойдық та, мына жерден. Аллаға мыңда бір шүкір. Просто жерді тиімді пайдалана білу керек. Ләжі болса ертерек шығару керек. Енді мен 500-600 теңге кезінде шығардым өнімді. Енді Аллаға шүкір, өнімін алып жинап жатыр. Бітейін деп қалдық, Құдай қаласа. Уже шөп те өсіп кетті, пәлеге отырды әбден. Суарып та жатқан жоқ. Біз суарсақ жарып кетеді піскен помидорлар. Жалпы осындай өнімді үйгелік жерден-ақ өсіріп табуға болады. Осындай, былайша айтқанда, гектар жердің табысын осындай үйгелік жерден-ақ табуға болады. Еңбек етіңіздер, жерді құр қалдырмайық, бостан-босқа шөп басып тоздырмайық. Бәрі тамшылатып суару әдісімен егіліп жатыр, өсіріліп жатыр. Жер асты суын қолданам, оны көріп жүрсіздер. Мінекей осындай өнім алсаңыздар болады, еселден-ақ.